солтүстік кореяда нәрселер бар. Компот яблочный дейді. Ана қарасаң неше түрлі нәрселер бар да, ана ескі негізден да, ана темекі шықтары қандай деген. Так баяғы біздің совет үкіметінің уақытындағы нәрселер сияқты да. Көп нәрселер. Мына бәленбай миллион кітаптарда бірде-бірі орысша, бірде-бірі ағылшынша емес. Барлығы корейше. Неге? Өйткені бүкіл дүниеде шыққан әдебиеттің бәрін бұлар корейшеге аударады. Қазақ тілінде шыққан әдебиет болсын, немесе мына ғылыми жаңа кітап болсын, оның тілі күрделі, жаңа қазақтың өзі түсінбейді деген. Сондықтан да бұл қазақ, жаңа қазақ тілінде оқитын қазақ кітаптарға деген қызығушылығы сондықтан да жоқ десек дұрыс па? Мысалы мынандай нәрсе бар да, ғылыми жұмыс ол жаңа ғылымның тілінде жазылады. Бірақ монография деген нәрсе шығады. Монография деген ол ғылыми жұмысыңды көшіріп кітап қылу емес. Оқырмандар үшін сен жеңілдетіп жазасың. Мысалы экономикалық терминнің өзін күнделікті қазақша пайдаланып жүрген термин аударып, соны монография деп айтады. А бізде монография қалай? Докторлық жұмыс ана жаққа апарады да, соны қайтадан кітапқа шығарасың. Тура соны ешқандай бір сөзін аударып. Ол ғылыми біреудің алған термин ол адамға қызық емес. Ал оны оқырманға лайықты етіп шығару негізінен монографияда. Әлгіден біз жазу мәдениеті жетілмеген да. Өз ойымызды мынаған жазбай, жинақтап айта алмаймыз. Мысалы бүгін мен бір кісілерге бір нәрсені түсіндіру үшін 2 бет әңгіме айтуым мүмкін да. Оны 2 рет, 3 рет айтқан кезде 2 жол сөзбен түсіндіреміз да. Сонда ұзын сөзді айналып келгенде айтайын дегенім, біздің қазір лекция береді, немесе жаңағы тренинг өткізетін адамдардың нәрселерінің ішінде 2 сағат сөйлегенде алатының бір-ақ сөзді. Бірақ сонда ол 2 сағат бойы айтады да. Енді қазақтың бір плюс жері, неге десеңіз, бұл жаңағындай лекция берулердің барлығы қайдан келді? Біз ағылшындардың түсіндіру методикасын, еуропалықтардың түсіндіру методикасымен лекция оқимыз. Бірақ ағылшын, мысалы, еуропалықтар, оларға сен әр нәрсені ана узкий специализация дейміз ғой, әр нәрсені жіктеп келіп түсіндірмесең бірден түсіне алмайды. А біздің қазақтың бір жақсы жері, сені не айтайын деп тұрғаныңды алдын ала сезіп қояды да. Сол үшін қазаққа көп сөз айтудың керегі жоқ, қысқа нұсқа ғана айту. Енді қазір мысалы бизнес лекция оқып жүрген кейбір ағаларымызға қарасақ, олар адамға экономикадан керекті 2-3 сөз айтпайды, өйткені олар өздері экономиканы оқымаған кісілер ғой көбісі. Жаттанды ана инерциямен жазып алған нәрселерін барады да сол сияқты түсіндіргісі келеді. Бірақ соны кейде ойлайсың, менде жоқ шығар, осыны тыңдайын десең, бұның айтып отырғаны, түсіндіріп отырған нәрсе ақындардың жігерлі өлеңдері, немесе жаңа әдебиеттен, тарихтағы бір материалдар жаттап алған, сонымен адамды эмоциямен ғана тарта алады. Бірақ енді ең соңында бұл не айтқысы келді деп тыңдайын десең, айтқан ештеңесі жоқ. Сонда біздің қазір экономикаға лекцияға барып жүрген адамдардың қанша ақша төлеп. Сұрайшы, мысалы, сен сол лекцияға бардың, мынандай лекцияға бардың, не айтасың деп ше? Ешнәрсе айтпайды. Сонда сен не үшін ақша төледің, не алдың десең, тағы да білмейді. Олардың барлығы не нәрсемен барады? Жаңағындай қызығушылықпен, жаңа ұлтшылдық нәрсені айтқаннан кейін, ұлтқа қатысты нәрсе, тарихи материалдар айтқан кезде деп әсерленеді да. Мысалы, Мұқағалидың өлеңін оқып жүрсе, арасында Абайдың өлеңдерін оқып жүрсе, біз соған әсерленіп тыңдаймыз да, неге өзіміз оқымағанбыз. Үйлерге қатысты өте мына Кореяның бір керемет жері, әрбір сантиметрді дұрыс пайдаланады, қажетті пайдаланады. Біз қазақта даңғарадай қылып 300 квадрат, 400 квадрат үй саламыз да сыймай жүреміз. Адам қаншалықты кіші болған сайын сыйысуға тырысады да, өйткені әрбір квадрат метрін, квадрат сантиметрін дұрыс пайдалануға тырысады. Бұрын мысалы бір комнаталы жатақханада тұрған кезде бәріне сыятымыз. Қазір 5 бөлмелі үйде тұрамыз, сыймаймыз да. Енді корейстарға келетін болсақ, осылардың бәрін өте керемет дұрыс пайдаланған. Немістерде осы мағларға мысалы бір столдың өзін қайтып жинап қоюға болады, сатының өзін қалай ретті пайдалануға болады дегенше. Бұл неден туындады? Жердің аздығынан. Бірақ мына үйлердің мыналардың бәрін неге біздерге пайдаланбасқа? Мысалы үлкен емес осындай кішігірім үйлерді салып жастарға беруге да негізі адам тұру үшін үлкен үйдің қажеті жоқ. Мысалы қазірде үй сатып алайын десең, квадраты $1000 тұрады десең, 2 бөлмелі үй біздерде жоқ деген қазір 67 квадратқа кетіп қалды да. Бірақ оның не керегі бар да? Ол шақтаға мысалы оптималды
2 бөлмелі үй 30-40 квадратта тұрады. Иә, біздің бір танысымыз жаңағы 3 комнатада тұрады, 40 квадрат. Иә. Негізі басқа сыймайтын нәрсе. Иә, ал бірақ та шынымен адамға жататын же, тамақ ішетін же жүретін болса, оны артық қылудың керегі жоқ. Бірақ Айеке мынандай ше, біздің Құдайға шүкір ұланбайтын еліміз бар. Мысалы, жеріміз көп негізі. Соны пайдалансақ, мысалы, кең болсақ қалай? Өйткені мынандай нәрсе бар. Біздің Хрущевка деген үй бар ғой. Сол Хрущевка мысалы басып тастайды адамды психологически. Кәдімгідей. Ал егер кең үй болса, жаңа ол адамды ашады. Мысалы, қалай? Кең деген нәрсеге келетін болсақ та, ол кең салған сайын стройматериал қымбат. Үйде қымбат шығады да. Зато психологиялық тұрғыдан сіз не боласыз да? Кең боласыз да. Шыны керек. Оған да қарау керек. Енді оған да қарау керек та, бірақ та кеңдікті қалай пайдалануға болады? Мысалы, тарлықпаған Корейді, тарлықпаған Жапонды көрмейсің, үй кішкентай болғанмен да. Енді қарасаңыз, бұл басқа бір бизнестің жүруіне әкеледі. Мысалы, сіздің үйіңіз тар ғой. Сіз көп қонақты үйіңізге шақыра алмайсыз. Бірақ та сіз сол қонақтармен кездесу үшін сыртқа шығады, кафеге отырады, басқа бір бизнестің дамуына мүмкіндік береді. Ал сіз қонақты үйде күтетін болсаңыз, басқа нәрсені істесеңіз, біріншіден өз уақытыңызды жейсіз, қаншама бәлкім шығын болуыңыз да мүмкін, себебі сіз базарға барасыз, зат сатып әкелесіз деген сияқты да. Енді осының басқа бір жақтарынан есептеген кезде да, сонда мен ойлаймын, енді біз өзіміздің уақытымызды жаңағы тойға, тойлауға, қонақ шақырудан гөрі ізденуге қарай жұмыс жасауымыз керек. Бұл жақтағы адамдардың барлығы негізі ізденісте ғой, кеше көріп жатса 60-70-тегі адамдардың өздері ізденісте. Бұл не нәрсе береді? Адамның жаңа жас ұзартуына, ізденуіне, жаңа уақытын бос өткізбеуге әкеледі да. Енді шын айтқанда, басқа нәрселердің барлығын бәлкім сатып алуға болады, тауып алуға болады деген сияқты, бірақ біз уақыт қайтарып ала алмаймыз да. Сондықтан адам өзінің сол уақытын дұрыс пайдалануға тырысу керек сияқты да, менің ойымша. 6000 теңге ма? 6000 теңге. Иә, 6000 теңге. Бірақ бұл жақтың ақшасымен салған 6000 теңге. Мысалы, бұл жақтың бір күндік табысы $100. Бір күндік табысы да орташа. $100 салған кезде бұл жаңағында егер де 6-дан 1, иә, мынау біз қарап отырсаңыз да. 6-дан 1, егер біз күнделік тапқан ақшамыздың 6-сының біріне кітап ала алатын болатын болсақ, біздің мысалы кітаптар 2000 теңге тұрады, бірақ күнделікті біздің табысымыз 2000-ға бара ма? Яғни күнделікті табысыңа алып алсаң бір кітап аласың, ала алмасаң ол да жоқ. Ал бұл жақта сен күнделікті табысының жаңағыдай 10% ғана кітап тұрады да. Сондықтан экономиканы сол жағын есептеу керек. Оны айтуға болмайды да, ойбай бізде бензин арзан деп ше. Бірақ сен айлық алатын орташа есеп айлықпен сен айына қанша тонна бензин аласың? Европада бензин қымбат дейміз да. Бірақ Европаның күнделікті табысы қандай да? Мысалы сенің айлығыңнан неше тонна бензин аласың? Сонымен салыстырып қарап, сосын кейін барып есептеу керек. Ол жақ ол біз үшін қымбат, бірақ олар үшін ол қымбат емес. Сол сияқты кітапта біз үшін ана теңеуге болмайды. Теңге мынандай екен деп та. Бұл жақта күнделікті адамның табысымен салыстыру керек. Сонда ол салыстырған кезде өте арзан. Мысалы, біз айтатын болсақ, мына кітаптың құны 200 теңге, 300 теңге. Ең керемет деген кітаптар да. Біздің табыспен салсаң, кәдімгі егер де бізде кітаптармен 200-300 теңге болатын болса, бізде бәлкім осылай кітап оқу несіне көшіп кетеміз да.